Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеомызда біз осындай ұлттық нақыштағы қазақи костюмді тігетін боламыз. Бізге осындай 1,5 метрлік королевский велюр материал керек. Сіздер өздеріңізге ұнаған матовый болса да болады, және осындай ішкі астарлығына және 1,5 метрлік атлас болмаса осындай материалдан пайдалансаңыздар болады. Мен өзіме керекті материалды пішіп, өлшеп және осындай ою салуды жөн көрдім. Мен кесте тігетін арнайы вышивальный машинканың көмегімен осындай ою өрнектерді салып шығатын боламын. Міне столдың үстіне дайын болған дизайнды жасап қойдым. Енді осыған астарлықты пішіп аламыз. Міне астарлығын дәл-дәл пішіп шықтым. Және жеңінде дәл солай астарлығымен қоса міне үстіне қойып, оны дәл-дәл қиып алдым. Мынау жағасы. Енді бізге не істеу керек? Осылардың бәрін құрастырып тігіп шығу керек. Біз бірінші міне жеңнен бастаймыз. Жеңді тігіп алып, осы міне тігісті жатқызу үшін міне теріс жағынан екіге қаратып, тігісті материалдың үстінен үтікпен басып шығамыз. Енді астарлықты көрсетемін. Мына астарлық. Міне жиектеріне. Міне бірінші осы жиектерінің планкасын тігіп аламыз. Содан соң қайтадан иықтарынан бастап тігіп астарлықты құрастыратын боламын. Енді мына иықтарды қосып болғаннан соң жеңді орналастырып шығамын. Бірінші ортадағы тігіске мен булавка қыстырып, дәл центрін тауып аламын. Сол центрдан бастап қолтыққа шейін тігіп шығамын. Енді костюміміздің екі жанындағы жан тігісін тігетін боламыз. Осылай екі жанын тігіп шығамын. Астарлығында дәл осылай қайталаймыз. Жеңін жалғаймыз, сосын кейін етегінің тігісін тігіп шығамыз. Бізде бүгінгі костюміміз клиенттің сұрауы бойынша түйме тағылмайтын болады. Сіздерге өздеріңізге ыңғайлы етіп тіксеңіздер болады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Осылай костюм тігудің жолын көргілеріңіз келсе, менің телеграм каналыма жазылып, сол жерден толығынан ақпаратты алсаңыздар болады.